Ассаляму алейкум, жандарым, күндерім. Бүгінгі біздің тақырып өмірлік миссия. Мен кіммін? Өмірлік миссия деген не? Жалпы өмірлік миссияңызды жүзеге асыру үшін не керек? Әуелі өзіңізді тануыңыз. Бұл дүниеге не үшін келгеніңізді білуіңіз. Әлсіз, мықты тұстарыңызды анықтауыңыз. Өзіңіздің қабілетіңізді дамытып, қоғамға пайдалы болуыңыз. Біздің өмірлік негізгі миссиямыз Қайрат Жолдыбайдың «Кемел адам» кітабынан алынған үзінді. Кемел адам жаратушы тарапынан өзіне жүктелген жаратылыс миссиясын мүлтіксіз орындауды ғұмырының басты парызы деп біледі. Яғни бұл жерден не түсіндіңіз? Жаратушы Аллах тағала бізге белгілі бір қабілеттерді береді. Сол қабілеттерді дамыту арқылы біз қоғамға, яғни Алланың махаббатпен жаратқан өзге де құлдарына пайдалы болуымыз керек. Бірақ көбінесе біздің жүрегіміздегі орныққан қорқыныш, күмән, күдік бізді алдыға қарай жетелемейді, яғни бізді тоқтатады. Ал шын мәнінде мұсылман адам қандай болу керек? Ол Аллаға сенетін, Аллаға деген сенімі мол, махаббаты мол пенде болу керек. Ондай пенде әрқашан Аллаға сенеді, Аллаға тәуекел етеді. Арғарай кеттік. Лев Толстой саналы адамға ішіп жеп, ұйықтап ояну өмірдің негізгі мәні бола алмайды деген екен. Бұл жерде не түсінсек болады, Қараңыз, жан-жануар қандай болады? Жан-жануар әрине ол тек қана ішіп жейді, ұйықтайды, оянады, көбейеді. Біз жануардан айырмашылығымыз, яғни біздің айырмашылығымыз, ол тафаккур. Тафаккур деген размышление, яғни ойлану. Ал біз ойланбайтын болсақ, біздің жануардан ешқандай айырмашылығымыз болмайды екен. Қыздар, қараңыздар, қандай даналық, қандай керемет. Ойлану үшін бізге әрине ақыл керек, бізге оқу керек, бізге әрекет керек. Әлихан Бөкейханов дәл осы сөзінде сол жайлы айтып тұр. Ақылда, ұсталықта оқумен, істеумен жүре ұлғаяды. Дүниедегі жер билігі күннен күнге ақылды. Ұста жұрт қолына ауысып барады. Яғни әрқашан даму, өсу, білім алу ол өте маңызды. Ол ең керек фактор болып табылады. Өзін терең танымаған, өмірдің мәнін түсініп, жаратылыстың түпкі мағынасын ұқпаған адамда ұлы мақсат пен биік мұрат болмайды. Қыздар, егер сіздер өз-өздеріңізді танымасаңыздар, өздеріңіздің мықты, әлсіз тұстарыңызды білмесеңіздер, қабілетіңізді анықтамасаңыз, қабілетіңізді біле тұра дамытпасаңыз, сіз ешқашан ұлы мақсат пен биік мұратқа жете алмайсыз, ешқашан. Және де тағы да бір айтатын нәрсе, адам баласына әрқашан таңдау беріледі. Яғни тағдырыңызды өзіңіз таңдайсыз. Сіз жолда тұрасыз, мысалы сізде екі жол бар. Бір жол, ол Алла жолы. Яғни ол жерде сенім, тәуекел, иман бар. Алла жолын таңдасаңыз, сіз өсесіз, өнесіз, қоғамға пайдалы боласыз, және де қазіргі замандағы ең керек нәрсе бай боласыз. Бәріміз бай болғымыз келеді. Екінші жол, ол шайтан аузубилляхтың жолы. Яғни ол жолда қорқыныш, күмән, күдік, үрей болады. Қорқақ адам, ол ешқашан бай бола алмайды. Өйткені қорқақ адам өзін дамыта алмайды. Қорқақ адам өсе алмайды. Қорқақ адамның сенімі де болмайды.
қорқақ адамның сенімі болмайды, ол сол қорқынышпен өмір сүреді. Және де қыздар, қорқақ адам ешқашан бай болмайды. Қорқақ адам ақшаға жетпейді. Сіз бай болғыңыз келеді ғой, бақытты болғыңыз келеді ғой. Қай жолды таңдайсыз? Өз еркіңіз. Енді ары қарай дәл осы тақырыптың жалғасы. Дәулетіңмен ізгі істі мұрат етсең, қандай жақсы. Мансабыңмен жұртыңа пайдаң тисе, нендей ғажап. Қайрат Жолдыбай. Осы сөз маған өте қатты ұнады. Неге? Өйткені, қараңыз, сіз бай болғыңыз келеді, дәулетті болғыңыз келеді, сізді ел жұрт таныса дейсіз, иә? Былайша айтқанда, сізге признание керек. Бұның барлығын сіз нәпсі қалауыңыз үшін жасайсыз. Бірақ егер сіз бұны Алла жолында, Алла разылығы үшін деген ниетке ауыстырсаңыз, ол әлде қайда берекелі болады. Мысалы, бай болғыңыз келеді, не үшін деген сұраққа жауап беріңіз. Сол байлық арқылы қоғамға көмектесе алсаңыз, беретін құлдардан және де беретін қолдардан болуды тілесеңіз, Алла сол ниетіңізге жеткізеді. Мұсылман адам бай болу керек. Неге? Өйткені садақа береді. Өйткені зекет береді. Кім? Мұсылман адам. Сондықтан қыздар, өздеріңіздің қабілеттеріңізді анықтау, мықты әлсіз тұстарыңызды білу, қабілеттеріңізді білу, қалай дамытамын деген сияқты сұрақтарға жауап табу өте маңызды. Оқу, білу, білім алу, үздіксіз даму ол ең керек құралдар болып табылады. Сіздермен бірге болған Нұрбиба Серікқызы. Әрбір пенде әуелі Аллаға құлшылық ету үшін, одан кейін қоғамға, Алланың сүйікті құлдарына пайдалы болу үшін дүниеге келген. Каналыма тіркеліп, жақындарыңызға, жанашыр жандарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Бұл өте пайдалы, керек білім. Каналымда тағы да көптеген ислами психологияға байланысты видеолар бар, соларды да көріңіздер. Мен сіздерді Алла разылығы үшін жақсы көремін. Және де әрқашан сіздердің бақытты, мәнді, сәнді, саналы өмір сүрулеріңізді тілеймін. Ассаляму алейкум.